Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Күшті ме бәрі? Менде күшті, рахмет. Алдыңғы видеоның несі өте аз болыпты, просмотры. Неге олай болды екен? Мен түсінбедім. Жарайды дедім ма енді. Олай болса, бүгін бір ойнап тастайын. Алдыңғы тақырыпта өте көп тоқтайтын Free Fire'чиктер туралы айттық. Бүгін қандай тақырып айтсақ болады? Сіздер айта беріңіздер, мен десең сондай болса айта беріңіз. Достар, бірінші каналға тіркеліп лайк басып беріңіздерші, комментарий қалдырып өз ойларыңызды қалай түсірейін. Енді мен ойнай алмаймын, әрине, енді күшті ойнап баратсам, үйреніп алсам, сосын көреміз. Бүгін қандай? Барлықтарыңыздың аға әпкелеріңіз бар шығар. Или бір туыс қарындас бауырларыңыз. Мен айтайын дегенім сол бауырларыңыздың қадірін біліңіздер. Бауырларыңызға жақсы сөйлеңіздер. Ата-аналарыңызға еще жақсы сөйлеңіздер. Жақсы қарым қатынаста болыңыздар деймін ба. Шынымен өмірде негізінде ең жаны ашитын солар да. Ең сізді ойлап тұратын солар. Всегда ертең дос, класстас, группалас дегенде ертең барлық кетеді негізінде. Сол жолдан қосылғандар жолдан не алады дейді ғой. Жолдан кетеді дейме қалай. Сол үшін бауырларыңызға жақсы мәміледе болып, олармен қазір дұрыс араласпайтын болсаңыз, дұрыс араласыңыз, барыңыз, сөйлесіңіз, звондаңыз. Ата-анаңызда тоже. Көп видеолар көріп отқан шығармыз. Ата-анасының қадірін білмейді, ұрсады, кішкентай кезінде қырылсады. Телефон бермедің, үйтпедің, бүйтпедің дейді. Сосын ертең қайтыс болып кеткеннен кейін не істейді? Қайтыс болып кеткеннен кейін оны аңсап жүреді. Қадірін білмедім деп жылап. Соны солай өкінбес үшін қазірден қадірін біліп, звондап сөйлесіп тұрыңыздар. Күнде болмаса да енді хотя бы. Қазір сіздер менімше кішкентайсыздар и мектеп оқушысыздар қазір жандарыңызда. Кейбір адамдар не де болуы мүмкін. Оқуда, может, үлкен шығарсыз, білмеймін енді мен. И вот сол айтайын дегенім. Менде дым пистолет жоқ. Вот, хабарласыңыз, сөйлесіңіз, жақсы сөйлесіңіздер. Ертең бәрі шын айтам бір қиын жағдай болады ғой. И вот сол кезде сіздің қасыңызда болатын солар бауырларыңыз болады. Қанша минусқа кіріп атсаң да, плюста болып атсаң да, ше. Вот. Тағы не айту керек сіздерге? Тағы не айтайын? Қашан ашылады? Вот. Ондайда сіздер қазір Free Fire көресіздер ғой көбіне. И ол жаңа айттым ғой, боқтайды көбі, бәрі жамансыз айтады, негатив, үйтеді, бүйтеді. И оны көргеннен кейін, оны естіген бала қандай бала болады білесіз бе? Ертең вообще не істемейтін, вообще ешкімнің ойын түсінбейтін. Сондай не болады. Қалай айтсам болады, бір ешкімге жаны ашымайтын, ешкімге бір пайдасы да жоқ, пайдасына зияны көп, сондай бір болады. Сондай бір адам болады негізінде.
маған не жоқ қой. Сол үшін мынандай боқтайтын нелер көрермендер адам қандай не естеді соны істейді дейді ғой көбіне. Сол үшін мен сіздерге жақсы нәрселер айтуға былай тырысам. Бұйыртса әртүрлі оқиғалар, может білмеймін, сіздер қандай тақырып керек сондай жазсаңыздар, қандай тақырыпта сіздерге не болайын, көмекші болайын десең. Білмеймін енді, может осы бүгінгі тақырып бауырмашылдық болсын, онда бауырмашылдық, жаңағы жақсы қарау, туыстарыңызға, туғандарыңызға жақсы қарау. Сондай болу керек шығар. Енді сіздер үлкен болып қалдыңыздар ғой, негізі үлкен папа өздеріңіздің бастарыңыз өздеріңізде. Сондай ғой енді. И вот достар, солай болыңыздар. Қадірлеріңізді біліңіздер, достарыңызға адал болыңыздар. Өте адал. Ешкімнің ақысына кірмей, ақы деген нәрсе бар да әлемде. Ол ақы деген ешкім қандай. Сол үшін көп сөйтіп ойлана берсең осындай болады. Ертең мындай ғой, келдің, ешкімге пайдаң жоқ, не істейсің? Келгеннен кейін пайдаң жоқ болса, пайдалы болу керек, өмірге дейінше. Әйтпесе өмір сүрмей-ақ қойған дұрыс па? Сол үшін қараңыздар бауырларыңызға, ата-аналарыңызға айтқандай, мен айтқанды тыңдасаңыздар, егер келмейсіздер. Шын айтам. Сол жақсы адам болсаңыздар сай. Әлемде жаман адамдар жетеді. Сіз жақсы болыңыз. Шын айтам. Жаман адамдар много. Өте. Санап санына жете алмайсың. Аз адамдар айтады ғой, қанша аз болған сайын сонша қадірлі боласың дейді ғой. И жақсы адамдардың арасында. То есть жақсы адамдар аз ғой, вот солардың қатарында болсаңыз, өте күшті бір не болады сияқты. Деген ойдамын. Ал сіздерге мен осылай әңгіме айтып, просто маған мындай бір не емес, қандай бір, мен сіздерге конкретно жанашыр ретінде қараңыздаршы мені. Шынымен де жанашыр адам дейтін ше. Жанашыр адам деп қабылдаңыздар, өте. Күшті машина. Сіздерді ойлайтын, өзінің подписчиктерін ойлайтын адам деп қараңыздар маған. Артық қатты жүреді ғой, күшті кино. Вот достар,
менің бүгін не ұқтыңыздар осы видеодан соны комментарийге жазып қойыңыздар. Одан кейін тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Замалбек әрдайым бірге болады. Сіздер енді жақсы әңгімелерді Free Fire тыңдайтын боласыздар. Тірі қалдым қараш. Соны қайда келетір? Вау, неге закат күшті болып тұр ғой. Мынаны қарасай достар, Осын скриншоттап алайын да.